Белгілі актер Джеки Чан Қазақстанда Құдайдың сауыты фильмін түсіруге кірісті. Prepare, finally we start the movie. Thank you Asman, thank you the whole gang, thank you director. Thank you very much for your trust. Thank you Asman, thank you Igor. Very much obliged to be here. And none of this would be possible. All of the guys from different countries, none of this would be possible if not for you. So thank you very much, Mr. Jackie Chan. Thank you. We have a long way to go. Only first shot. We have 1,000. Фильмнің түсірілімі шілде мен қазан айлары аралығында Алматы қаласында, Алматы және Маңғыстау облыстарында өтеді. Фильмнің сюжеті 20 миллион доллардан астам қаржыға бағаланатын көне тұмар жәдігерін іздейтін басты кейіпкер Азия сұңқарының шытырман оқиғасына негізделген. Джеки Чан алдымен Алматыға келіп, Қазақстанның ресми өкілдерімен кездесті және баспасөз маслихатын өткізді. Жергілікті тұрғындар оны ерекше ықыласпен қарсы алды. Құдайдың сауыты ультиматум фильмі 2027 жылдың ақпан айында көрерменге жол тартады.